Мә қалаға жетемденші, өзім үйіме жетемденші, мә уже жаңбыр жауып кетті ғой. Мә үйім аман ба екен? Мә мына жерге тесіліп қапты ғой. Мә үйім. Мә шаң басып қапты үйіме, уборка жасап шығамын ау деймін. Алдымен шаршадым мен, что-то жатып демалып алайын. Мә мен ұйықтап қаппын ғой, оказывается. Мә таң атып қалған шығар. Мә жаңбыр әлі қоймаған ба? Ішке кірейінші одан да. Или Нубекенің жағдайын біліп келейін да. Нубеке үйінде ме екен? Онда соған пистолет басай. Нуб. Тақ, Нуб. Тақ. Мен Нуб үйінде емес ау деймін. Походу базарға или болмасам дүкенге или бір жерге кеткен болар мүмкін. Шаруалар шығып. Жарайды, одан да үйіме барайын. Як бұяққа туатсың? Мен секретный бөлмемде ешкім жоқ жерде. Мен есігін кілттеп қойыппын ғой, ашылмайды. Есікті бұзбай салайық. Тұтыран. Шығайық құрсын. Мүлде қорқынышты екен негізінде. Жарайды. Мен басқа қала көшем деп шештім. Что-то түнде ұйықтап атсам, есік қақ маза бермейді зомбилар, бұл қаланың адамдар. Маған ұнамады. Ей, не алдымнан шықты? Короче, Нубекеге осы үйді берейін. Міне мен Нубқа осындай хат қалдырып кеттім. Мен Нубекеге мен басқа қалаға көшіп жатқан жайым бар. Сол себепті осы үйімді саған сыйға тартамын деп жазып кеттім. Нуб келген соң қуанып қалар, мен енді Октябрь вокзалға дейін жаяу барам. Мә жаңбырда жауып кетті оның үстіне. Енді басқа қалаға көшемін. Басқа қалаға мүлдем көшкім келмейді енді. Сау бол үйім. Сіздермен болғанмен тек көрген достар, бүгінгі видеосымен тамам. Видеоға міндетті түрде лайк басып, арнаға жазыла кетейік. Сонда бізді келесі бөлім шығады.